Сәлем достар. Бүгін сіздермен бір керемет ақпаратпен бөліскім келіп тұр. Менің есімім Қарсағалы Жақсылықұлы. Осы уақытқа дейін 10 жылдың көлемінде өзімді дамытып, кәсібімді дамытып, психологиямды дамытып, жалпы ақша табуда, дұрыс өмір сүруде, дұрыс өмірді сезінуде өзімді практик маман десем болады. Өйткені практик маман деп номер 1 толыққанды айта аламын. Себебі осы уақытқа дейін өзімнің өмірімде көп өзгерістер болды. Және сол өзгерісті жасауда именно қай техникалар көмектескенін сіздерге нақты, четко, ясны бөлісіп бере аламын. Бүгінгі сіздермен бөлісейін деп отқан тақырыбым, бүгінгі темам бөлісейін деп отқан жалпы дем. Бізде ең бірінші мына ауа келіп тұрған өкпе өте маңызды. Сырттан келетін оттегі кислород, миға кислород бару үшін бізге дұрыс демалу өте маңызды. Біздер күнде қалыпты жағдайда демаламыз. Қалыпты жағдайда демалған кезде өкпе толыққанды ауамен толыққанды қамтамасыз етілмейді, өкінішке орай. Тек қана белгілі бір бөлшегіне барат жағат сондай болып тұрады да. Ал егер ол толыққанды мына шлактар шығу үшін сіз тереңірек тыныс алуыңыз керек. Күніге кем дегенде 1 рет, қолыңыздан келсе 2 рет, 3 рет тыныс алатын болсаңыз, ол мына миға кислородтың баруына, денедегі шлактардың өзінен өзі шығуына және артық денеде майларыңыз болса, солардың өзінің майларды ыдыратуға өте жақсы көмектеседі. Енді қалай тыныс аламыз дейтін болсаңыз, бұл тыныс алған кезде, биохимиялық процесс жүрген кезде адам даже өзінің денесін толыққанды басқара алады. Салқын суға түсуге болады онымен. Вим Хоф деген атақты әлемнің рекордын 26 рет жаңартқан сондай кісі бар. Соның демалу техникасы сол суға түсердің алдында, суықта мына денеде толыққанды қан жүру үшін өте пайдалы. Соның несі бойынша не істейік? Бірінші ішке аламыз ауаны, міне. Іш ауа толыққанды. Осылайынан 30 рет тыныс аламыз. 30 рет тыныс аламыз, тоқтамай. 30-шы рет шығарып тастап отырамыз. Қазір сіздерге көрсем. Тыныс алғанда еркін барынша. Тыныс алып боламыз. Шығарамыз демді. Отырамыз шыдап. Осы кезде дененің бәрін толыққанды босатамыз. Денемізде еркіндік, мамыражайлық жүріп атқан толыққанды сезінеміз. Шыдағанымызша шыдаймыз, әбден шыдай алмай баратқан кезде ішке демді аламыз. Дем алғаннан кейін тағы да 15-20 секунд ұстап тұрамыз демді.
Осыны 3 рет қайталап жасау керек. 30 реттен демаламыз, 30-шында шығарып тастап, шыдап отырамыз. Енді бір ескеретін момент. Сізде қандай бір ауру болса, қандай да бір табыс табуға деген бір кедергіңіз болса, қорқыныштарыңыз болса, именно осы дем шығарған моментте сол қорқыныштың кетіп атқанын сезініңіз. Денеңіз толыққанды энергияға толып атқанын сезініңіз. Энергия ол тұрғанымен ақша, табыс, жетістік, күннің бақытты болып өтуі. Құрбосқа дем шығарып тастап отырмаңыз, бос қиялдап кетпеңіз. Тек қана мына ауыратын жеріңіз болса, сол жерді сезініп, емделіп атқанын сезініңіз. Табысыңыз аз болса, сол моментте табысыңыздың шексіз артып атқанын сезініңіз. Эмоциясын сезініңіз. Табысыңыз шексіз артып атыр. Сіз ол табысты не істеп жатсыз? Көлік алып жатсыз ба, үй алып жатсыз ба? Или біреуге бір сыйлық алып беріп жатсыз ба? Сізде қай нәрсені қалайсыз, және сол қалауыңызды орындаған кезде сізде қандай эмоция болады? Мысалға, көлік алдыңыз, астыңызға, ішінде отырсыз көліктің, бүкіл салонын көресіз, сезінесіз, қандай эмоция? Қуанасыз ба? Қуанғаннан көзіңізге жас келе ма? Осыны сезіну керек. Ал егер денеңізде бір қандай да бір ауру болатын болса, сол ауырған жерге барамыз, бүкіл энергия жиналып, сол жерде емдеп атқанын сезінеміз, прям сезінеміз. И жазылғаннан кейін қандай эмоция болады сізде? Соны сезініп отырамыз. Қуанып. Көрдіңіз ба? Бұл кәдімгі практика жүзінде дәлелденген нәрсе. Практика жүзінде дәлелденген нәрсе. Именно менің өмірімде бұл жұмыс жасаған нәрсе. Сондықтан да өтініш, ешқандай пікір қоспай осыны жасаңыздар. Ешқандай анау ақ көк қалай болады деген сенімсіздік қоспай, толыққанды сеніммен осыны жасаңыз. 3 рет қайталайсыздар. Одан кейін 3 рет қайталғаннан кейін салқын душ қабылдасаңыздар болады. Бірден емес, 3 секунд салқын, 3 секунд жылы. Осылай бір 4 рет, 5 рет қайталап. 3 секунд салқын, 3 секунд жылы. 3 секунд. Болмаса 5 секунд. 5 секунд салқын. 1, 2, 3, 4, 5. Одан жылыға ауыстырамыз. Солайынан далаға шығып жүрсеңіз болады. Осы 30 реттен қайталағаннан дененің бәрінде биохимиялық процесс жүргеннен кейін, бүкіл клеткалар ашылғаннан кейін денеңіз қызып бастайды. Далаға шықсаңыз, миыңыз арқылы тұпсанаға байланысасыз да, мен тоңбаймын. Сондай сигнал бересіз да. Бүгінгі сіздерге бөлісейін деген құнды ақпаратым осы. Бұл өте құнды. Мен бұл нәрсені білу үшін қаншама уақытымды жұмсадым. Қаншама ақшамды жұмсадым. Сондықтан да бұның несін қадірін біліңіздер да. Жасаңыздар, все болды. Жасаңыздар, результатын көресіздер міндетті түрде. Жасаңыз, болды, результатын міндетті түрде көресіз. Сосын менімен бөлісіп қойды ұмытпаңыз. Және де осы видео ұнап, егер тағы да біреулерге осы пайдасы тиді, осындайдан қиналып жүреді деген таныстарыңыз, достарыңыз болса, нені басу тегін бөлісіп қойсаңыздар болады. Көбірек адамға көмектескеніміз біз үшін де, сіз үшін де өте қайырлы. Бүгінге осы, жақсы күндерде жолыққанша, пока-пока.